Балалар, бүгін бізде ерекше күн. Музыка пәнінен алған білімдерімізді бүгін ашық сабағымызда көрсететін боламыз. Олай болса, амандасып алайық. Жарайсыңдар балалар. Жағымды көңіл күй қалыптастыру үшін қазір ән айтамыз. Білім алушылар, бүгін біз музыка пәнінен өткен сабақтағы білімімізді еске түсіріп көрейік. Жарай ма балалар? Ол үшін біз мына сұрақтарға қазір жауап береміз. Кім жауап береді? Немен асықпен не істейміз? Қол көтеріңіз. Кетті. Қазақ әндерінде кездесетін буын санының өзгеру заңдылығын жарайсың. Мына жерге қалыптастырушы бағалардан саламыз. Келесі сұрақ. Қазір саламыз. Келесі сұрақ. Жарайсың. Жарайсың. Кестелі орамал романсының жарайсыңдар балдар. Келесі. Арылды көз жастанған қақпақлы көрейік. Қазақ өнерінде музыка мен поэзия қандай қоғам? Жарайсыңдар, керемет. Балалар, онда бәріміз орнымыздан тұрып, өткен сабақтағы кестелі орамал әнін орындайық балалар. Қолымызда ешне салмаймыз. Biz bugün fiyatından görüyoruz. Тәттімбеттің саржайлау күйінде табиғат пен музыка қалай табиғат пен күй бір-бірімен
Жарайсыңдар балалар. Берілген пейзаж музыканың мәнін ашалды ма? Иә, ашалды. Қалай ашалды деп ойлайсың? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Берілген пейзаж музыканың мәнін аша алды. Жарайсыңдар балалар. Енді мұқият тыңдаймыз. Иә балалар? Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін? Музыка және тыңдалған. Бүгін біз тыңдалған музыкалық шығарманы талдаймыз және өнердің түрлері, стилі, жанры, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтаймыз. Көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа түрлерінің көркемдеуші құралдарын не істейміз? Салыстырамыз. Жарайсыңдар балалар. Мына бейнебаянды мұқият тыңдап көрейік. Кәне, қалай отыратын? Мәдени ескерткіштері, тасқа қашалған жазбалар Қапшағай қаласының аумағында Іле өзенінің маңында орналасқан. Оларда жазба тастар, қызыл тастар деп атайды. Ал жергілікті тұрғындар таңбалы тастар деп атаған. Таңбалыны ежелгі шығармашылық көрме десек те болады. Себебі тас бетінде қашалған суреттер тарих қойнауының тереңде жатқандығын айғақтайды. Онда жануарлар мен адамдардың ежелгі өмір сүру салты бейнеленген. Таңбалы бұл ежелгі шығармашылық көрме. Оның суреттерінде адамдар мен жануарлар, ежелгі адамдардың өмір сүру қалпы суреттелген. Суреттер тақырыбы әртүрлі. Адамдар, жануарлар, ат шабармандар, аң аулау, адам өміріндегі құрбандық шалу рәсімі мен салт жоралғылар бейнеленген. Ежелгі шеберлер тас саптардың тегістігіне қарай қолданып, күнге қарай төзімділігін үнемі ескеріп отырған. Балалар, біздің кітабымызға Әбілхан Қастеев туралы берген еді. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретшісі. Жалпы Әбілхан Қастеев туралы білеміз ба балалар? Біз 3-ші класста, естеріңде болса 3-ші сыныпта оқып жүргенде, біз Әбілхан Қастеевтің суреттерімен танысқан болатынбыз. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретшісі, қазақтың бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері қай жер екен? Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Жаркентте туылған екен. Ол ешкінің мүйізінен, таудың бұлағынан, қойдың құлағынан нені үйрендім дейсіз? Телевизор. Келесі. Енді балалар, ол Әбілхан Қастеевтің қандай суреттері бар екенін, қандай суреттері бар екен? Бие салу деген суреттері бар екен. Олай болса балалар, қазір біз мына күйді тыңдап көрейік. Қандай күйге? Күйі аққуды тыңдаңыздар. Біздің қазіргі тыңдағанымыз халық күйі аққу. Күй табиғат заңдылықтарын жеткізудегі көркем құрал. Аспан әлемінде шоқ жұлдыздардың бірі қандай жұлдыз екен? Аққу жұлдыз деп аталады екен.
Аққу мойын деп аталатын не бар екен? Ойы бар екен. Аққу әлемдегі ең қандай құс? Өте әдемі құс. Ол өмірінің соңына дейін жұбын тастамайды. Егер де аққу сыңарынан айырылған жағдайда ол қатты қайғырады. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, мен қазір сіздерге топтық жұмыс беремін. Енді балалар, мынау аққу оюы бар екен, қошқар мүйіз оюы бар екен, өркеш оюы және құсқанат оюы бар екен. Балалар, топ ережесін сақтай отырып, біз қазір мен сіздерді топқа бөлемін. Таңбалы тастар тобы, аққу мойын тобы, және ешкінің мүйізі, таудың бұлағы, қойдың құлағы дегенді кім айтқан? Жарайсыңдар, Әбілхан Қастеев айтқан. Мен сіздерге газет беремін. Мына тасқа сурет саламыз. Бастамаймыз, қазір бірақ бастаймыз. Жарай ма балалар? Так, енді екінші топ аққу мойын тобы. Аққу мойын тобы сіздер оюдан не құрастырамыз? Дизайн құрастырамыз. Міне сіздер оюларыңыз. Міне желімдеріңіз. Келесі топ. Жаңа Әбілхан Қастеевтің салған суреттерін көрдік, балалар? Енді қайсысы Әбілхан Қастеевтің суреті? Қайсысы басқа сурет екенін көреміз. Бірінші ашып көріңдер. Одан кейін бар желім бар ма? Аха. Желім болса. Орналастырамыз балалар. Мен сіздерге 7 минут уақыт беремін. 7 минуттың уақыттың ішінде орындап шығайын. Қай топ бірінші аяқтады? Жарайсыңдар. Онда сендер ше? Аяқтарына көр қойы. Сендер. Жарайсыңдар. Онда таңбалы тас шығамыз. Қызыл тастар тобы. Келі. Сен ажақ. Мұқият тыңдайық балалар. Бізде бұл тастар ежелгі адамдар бейнеленген, және де бұл тастарда ежелгі заманда қызыл тастар деп атаған, және де қазір таңбалы тастар деп аталады. Бұл таста бейнеленген ежелгі адамдар бұл жерде қалай анауланғаны бейнеленген, және де қалай аулағаны суреттелген. Жарайсыңдар, сұрағымыз бар ма? Қандай сұрақ қойыр едіңдер, балалар? Таңбалы тас туралы. Таңбалы тас деген не? Таңбалы тас дегеніміз? Не? Ненің қызметін атқарды таңбалы тас? Ежелгі адамдар және кітаптар. Жарайсыңдар. Басқа сұрағымыз бар ма? Жоқ па? Рахмет, балалар. Отырамыз.
Қалай бағалаймыз, балалар? Жоқ, бал емес қой, бал емес. Кет, екінші шығамыз. Аққу мойын тобы, келе ғой. Кәні? және ішінде аққу мойын оюы жабыстырылған. Аққу мойын оюы да бар, және аспандағы шоқ жұлдыздарды қарасақ, аққу шоқ жұлдызы бар, және де оюлардың ішінде аққу оюы бар. Және Нұрғиса Тілендиевтің аққу атты күйеуі. Жарайсың, дұрыс. Ал енді дизайнды қалай жасапты балалар? Шетіне қандай ою қондырдыңдар? Қошқар мүйіз оюын қондырыпты. Ортасына? Аққу мойын. Ұнады ма? Дұрыс па екен? Сұрағымыз бар ма, балалар? Қандай сұрақ қояр едіңдер? Жоқ па? Түсінікті ғой, иә? Жарайсыңдар, балалар. Әбілхан Қастеевтің тобы келеміз. Мынау Әбілхан Қастеевтердің суреті емес. Әбілхан Қастеевтердің суреті осы. Бұл Әбілхан Қастеевтің түркібас суреті, түрксіб суреті, бұл Шоқан Уәлиханның суреті. Келесі Әбілхан Қастеевтің қазақ ауылы және бие сауы деген осындай 4 түрлі тақырыптағы суреті бар. Жарайсыңдар, балалар. Біз жаңа бейне жазбадан неше суретін көрдік? Яғни естеріңде қалған екен, түрксіб, Уәлиханов, сосын қазақ ауылы, бие сауы деген суреттері бар екен. Сұрағымыз бар ма? Әбілхан Қастеев кім екен? Әбілхан Қастеев кім? Әбілхан Қастеев қазақтың әйгілі суретшісі. Кескіндеме? Суретші, қоя. Әбілхан Қастеев сурет салуды неден үйренді? Әбілхан Қастеев қошқардың мүйізінен, таудың бұлағынан, қойдың құлағынан сурет салуды үйрендім деп айтады. Дұрыс па? Жарайсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Керемет, отыра ғой. Рахмет, балалар. Бастаймыз жаңа. 3 курстар дайындалды, иә?
оқушылар, біз сіздердің ойларыңызды білу үшін сіздердің орындықтарыңыздың артына сұрақ нота орналастырып қойған. Қараңыздаршы. Ал сұрағымызды алайық. Кім дайын екен сұраққа? Мен Ал кел. Сұрағымды айта қойшы. таңбалы тас қай өңірде орналасқан? Таңбалы тас қай өңірде орналасқан екен? Таңбалы тас Қапшағайда Іле өзенінде орналасқан. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә. Жарайсың. Өзіңе жаңағы қалыптастырушы бағалауыңды қойып. Келесі? Ертеде су басқан заманда жер кіндігіндегі тауды атанды. Қандай тау еді ол? Ұлытау. Дұрыс айтады. Ұлытаудың басында қандай ағаш өсіп еді? Бәйтерек ағаш. Жарайсың. Келесі сұрақ. Аққу мойын жұлдызы туралы не айтасың? Аққу туралы айтқанда аққуды атауға болмайды, және біздің ою өрнектеріміздің ішінде аққу мойын ою өрнегі бар, және аспандағы шоқ жұлдыздардың ішінде аққу шоқ жұлдызы бар, және де Нұрғиса Тілендиевтің күйінде аққу күйі бар, және де аққу өз сыңарынан айырылса, өмір бақи қайғыға батады. Дұрыс па балалар? Жарайсың. Қосаларың бар ма? Кет. Келесі тағы кім? Айтам. Және аққу махаббаттың символы. Жарайсың. Енді сұраққа жауап бер. Таңбалы таста не бейнеленген? Таңбалы таста не бейнеленіпті? Таңбалы таста ежелгі адамдар және де ежелгі адамдардың аң аулауы. Ежелгі адамдардың Аң аулауы. аң аулау. Не қосар едің? Кім айтады? Айта ғой. Ежелгі адамдардың аң аулауы және де өмір сүруі бейнеленген. Дұрыс. Тағы қосарыңыз бар ма? Ол жерде адамдардың өмір сүруі, жануарлар, аң аулауы белгіленген. Бейнеленген, Жарайсың. Өзіміздің қоржынымызға не саламыз? Жауап бергеніміз үшін? Жарайсыңдар балалар. Балалар, мынау неге ұқсап? Бұлаққа ұқсайды. Нота сызықтарына және бұлаққа ұқсайды. Бұлақ сөзін қайдан естідік? Жарайсыңдар. Келесі балалар, мынаған не бейнеленген? Не деп атады? Таңбалы және қызыл тастар деп. Жарайсыңдар. Мынау қандай құс еді? Аққу құс туралы не бар? Аққу сыңарсыз өмір сүре ала ма? Жарайды. Сыңарынан айырылса ол қайғыға батады. Біз қандай күй тыңдадық балалар? Біз халық күйі аққуды тыңдадық. Музыка мен бейнелеу өнері бір-бірімен байланысты ма? Қалай байланысты? Екеуі екі ұғым. Музыка мен бейнелеу өнерін байланыстыруға бола ма екен? Болады екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, мен қазір сіздерге нотаны таратып беремін. Өздерінің дайынбыз ба? Олай болса, шетімізде бәріміз емес. Бірінші топ, екінші топ, екінші топ. Болмаса.
Егер сабақ түсінікті болса, жоғары қарай. Егер түсініксіз болса, төменгі сатыларына орналастырыңдар. Кет. Жарайсыңдар балалар. Яғни біз бүгін музыкамен бейнелеу өнерінің несін білдік? Байланысын білдік, иә? Сабағымыз ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Мен бүгін сендердің бәріге қалыптастырушы бағалауда тамаша деген баға қоямын. Санай бұл. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Қазір санап болсын. 22. Аққу ойын тобы 29. Қызыл тастар тобы 20. 24. Әбілхан Қасиеттің ешкінің мүйізі, таудың құлағы, қойдың құлағы тобы. Яғни жеңіске жеткен. Жарайсыңдар.